қасымдасың сен. Қыр мен ойда, ойын тойда қасымдасың сен. Көңілімнің көгінде, қимас қызық өмірде, асыл еркем қасымдасың сен. Қуансам да, мұңайсам да қасымдасың сен. Қыр мен ойда, ойын тойда қасымдасың сен. Көңілімнің көгінде, қимас қызық өмірде, асыл еркем қасымдасың сен. Замалым аңсағаным сен, шыққан күндей қарсаларым сен. Өтті бірге жылдарым, бірге шалқып жырладым, арманым жоқ қасымдасың сен. Қуансам да, мұңайсам да қасымдасың сен. Қыр мен ойда, ойын тойда қасымдасың сен. Көңілімнің көгінде, қимас қызық өмірде, асыл еркем қасымдасың сен. Қуансам да, мұңайсам да қасымдасың сен. Қыр мен ойда, ойын тойда қасымдасың сен. Көңілімнің көгінде, қимас қызық өмірде, асыл еркем қасымдасың сен. Елдар, негізі кез келген отбасы сыйластық негізінде құру керек деп ойлаймын. Сен қалай ойлайсың? Иә, дұрыс айтасың. Онда шыныңды айтшы, үйде ақшаны кім ұстайды? Біздің үйде ақшаны үлкен көлемде болса мен ұстаймын. Ал енді үйде майдаш, үйдің шаруасына жұмсалатын ақшаны келіншегім ұстайды. Дұрыс, мен де солай ойлаймын. Бірақ біздің үйде ірі көлемде ақша болмаған, сондықтан да үйдегі ақшаны әйелім ұстайды. Қуансам да, мұңайсам да қасымдасың сен. Қыр мен ойда, ойын тойда қасымдасың сен. Көңілімнің көгінде, қимас қызық өмірде, асыл еркем қасымдасың сен. Қуансам да, мұңайсам да қасымдасың сен. Қыр мен ойда, ойын тойда қасымдасың сен. Көңілімнің көгінде, қимас қызық өмірде, асыл еркем қасымдасың сен.